Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бүгін біз осындай өзбек халқының тағамын дайындайтын боламыз. Шурпа нутпен. Өте дәмді, дәрумендерге бай. Міндетті түрде сіздер де дайындап көріңіздер. Қазір не керек екенін айтатын боламын. Сұрпамызға қажетті заттар: ет, дәмдегіштер, картоп, сәбіз, қызанақ, болгар перці, және де укроп пен петрушка, кинза, және де ноқат. Ноқатты біз түнде суға езіп қойдық, себебі ноқат өте көп қайнайды, сондықтан міне түнде суға салып қоямыз. Қазір енді етімізді қазанға су құйып, етімізді қайнауға жібереміз. Қазанымызға су құйдық, астын қостық. Енді осыған етімізді саламыз. Етіміз жуып алдық алдын ала. Қазір бисмилля. Қазан ет қайнағанша қазан бетін жаба тұрамыз. Біз қазанымыз қайнағанша картопымызды, сәбімізді, болгар перцті бәрін тазалап аламыз. Картопымызды тазалап болдық. Енді сәбізімді тазалайым. Жаңа пияз айтуға ұмытып кетпін. Тағы үлкен пияз қостық. Енді сәбізді тазалаймыз. Сәбізімізді тазалап алдық. Енді пиязымызды тазалап аламыз. Енді болгарский. Екі түрлі қылып алдым. Болгарский перцті әдемі болу үшін бір қызыл, бір сарысын алдым. Бәрін тазалап болдық. Керек заттарымызды бәрін тазалап болдық. Енді қазан қайнағаннан кейін қазанға салатын боламыз. Пиязымызды турап дайындап қоямыз. Қалғандары осылай күймен салынады. Пиязымыз дайын, суымыз да қайнады. Енді суымызға заттарды саламыз. Қиярым, сәбізімді саламыз. Болгар перцін саламыз. Қызанағымызды саламыз.
Және де пиязымызды саламыз үстінен. Бетін жауып 1 сағат қайнатамыз. Баяу отта 1 сағат қайнатамыз. 1 сағат өтті. Енді үстіне ноқатымыз саламыз. Мен көптеу істедім, қалғанын морозилкеге қатырып тастаймын. Осының артынан шөбімізді де саламыз. Және тұзымызды, приправымызды, лавр листімізді де салып 2 сағатқа жауып қайнатамыз. Себебі ноқат көп қайнайды. 2 сағат өтті. Енді картофын салып жібереміз. Және де картофы піскенше қайнатамыз. Шорпамыз дайын болды. Қараңыз. Қараңыз. Өте керемет. Дәруменге бай. Міндетті түрде дайындап көріңіз.